Assalomu alaykum. Gazel Next 5 объем салынған екен болған. Бұда мынандай проблема болып тұр. Или тепломенник, или ана передний крышкада сальник, содан да болуы мүмкін, или тепломенник, или головкада микротрещина болуы мүмкін. Қазір бірінші очередь мына тепломенникпен алдына сальникті көреміз. И мотор сәл дірілдеп істеп тұр, компрессия бір цилиндрлерде дұрыс емес ау деймін соған қарағанда. Компрессияның бәрін өлшеп көреміз. Барып алды сальниктерді көреміз ғой. Қазір бірінші ашып алайық. Алдын полный шашып алдық. Деген мына крышка шығарып алды. Қазір мына екі крышканы шешіп алсақ, мына крышка енді мына жерден айтамаймын, бұл жерден вообще проблема. Кузовқа тиіп тұр ғой. Мотор саған кезде ішке қарап вообще кіргізбеген екен да бұл. Мына жағыда. Қазір подушканы шығарып, біз мотор түсіруіміз керек. Түсірмесек шығарамаймыз. Так. Мына жерде сальникті ауыстыру керек. Мына подушкасы жақсы келіп тұр. Идеальный келіп тұр подушкасы. Болттар. Мына жағы келмей тұр. Білмеймін, солай тура келтіре алмаған екен, осылай қалдырған ба? Никак келмейді бұл. Анау болтын мына жақта. Оны келтіретін болсақ, мына бетін болтын бұрайтын болсақ, мына жерде генератор мынаған тиіп қалады. Қазір біз подушкасын бұны кесіп, қысқартып, өзінің орнына отырғызамыз, и мотор сәл шамалы түсіреміз. Әйтпесе мына крышканың катушкаларды вообще недоступно ана жерге. Вообще недоступно. Қазір крышкаларды ашып алайық, подушканы түсірейік сәл. Поддон шешіп, передний крышканы шығарып алдық. Алдыңғы крышканы. Поддон, кішкентай поддон именно. Поддон. Так, мына резинкасы жақсы болып тұр, мынау. Кәдімгі резина болып тұр. Мынау жыртылған да. Бұл мына орнына келмей жатыр уже. Мындай ғой. Іріген да, жүріп кеткен. Орнына келмей жатыр. Үш болды. Қазір екі сальник саламыз. Мына крышканы жақсылап поддонды жуып, тазалап сап аламыз. Крышканы жабамыз, кейін поддон жабамыз ғой. Мынау резинка нормальный болып тұр. Кәдімгі резинка болып тұр да. Оны сазан келеді. Бір қолмен неудобно болып жатыр. Жуып тазалап алайық бұларды. Кейін бұны алдын жауып, поддон жабамыз. Крышкаларды жуып тазалап саламыз. Крышкаларын жауып тастадық. Крышкаларды жауып, передний крышканы жауып, поддонда болдық уже. Именно подушкаларын, так, бұны кеспедім мен, подушкада өзі. Подушка жылжи деген бұда. Подушка жылжи деген да ары бері. Сол орнынан оң жақ қарап сәл жылжыттықты и подушканы жақсылап қатырып тастадық. Подушка. Так. Көрші мынау жылжи деген да. Мына лист. Листта. Енді бұл тас қатты, подушкалар нормальный. Бәрібір ана жерге шамалы тиеді. Ол жерді негізі кесу керек. Просто кеспесе жүре берсе болады, просто жолда кетіп баратқанда катушка, свич отказ беретін болса, жолда ауыстыра алмайды. Ауыстыру өте қиын. Қиналады да. Если үйде болсаң, просто лишний жұмыстап, подушканы түсіріп,
катушка свечаларды ауыстыруға болады. Жолда кетіп барады, отказ берсе өте қиын да ол кез ауыстыруғаша. Сондай моменттері бар. Негізі кесіп салған дұрыс қой енді. Так. Қазір бұл жерде жұмыстар радиатор қалды. Радиаторды салуымыз керек. Газдың форсункаларын штекерлерін жалау керек. И воздухын жалау керек. Сонымен Құдай қаласа бітейін деп қалды уже. Давай от алдыршы. Қазір тоқта. Так, цилиндрдің бәрін компрессиясын өлшеп шықтық. 11-12 компрессиясы жақсы екен. Катушка свечасын 16 штугын бәрін ауыстырдық. Екінші цилиндр істемей тұрған катушкадан емес екен, ол форсункадан екен. Импульс кеп тұр, плюсы да кеп тұр, тек форсункасы отказ берген ғой. Бірақ бұлай шығарсам реакция жоқ. Мотор ділдеп. Бірінші басқа форсункаларда штекерін шығарып көрсем, ділдеп қояды сразу. Сол. Қазір от алдырдық. Шамал дірілдеп тұрды. Қазір екінші, так, 1-2 мың. Қайынша шоқ. Әше өзгері отады. Ондан шығарам, дірілдеп қояды. Дірілдеп қояды. Форсунканы шығарам, екінші цилиндр. Қиындау шығару. Шарт қойым. Бірақ топ кеп тұр бұған. Импульс плюс кеп тұр. Разница жоқ. Бәрі дірілдеп тұр. Форсункасын тазалату керек или ауыстыру керек қой? А так полностью дайын болды.